осындай жақсы кешті ұйымдастырып жатқандарыңыз үшін. Енді сезім деген мәселен әрбір кездесуде адам өзінің көңіліне бір жақсы ой алып кетеді. Осы кездесуден бір ой алып, түйіп, жақсы бір көңіл күймен қайтады. Бізде бүгін Мұқан екеуміз мына жеңіс мектебінен үлкен бір қуанышпен, үлкен бір сезіммен, үлкен бір алға қоятын мақсатымызбен, ойымызбен қайтып бара жатырмыз деп ойлаймын. Мынау оқушыларға тілейтінім, жоғары кластың оқушылары әнімін дегенше ертең барлықтарын жаңағы жан-жаққа тарайсыңдар. Білім іздеп, мамандық іздеп, әйтеуір жұмыс іздеп, әркім өзінің қолынан келген тірліктерін істеп, жан-жаққа тарап кетесіңдер. Міне бүйтіп, одан кейін бүйтіп жаңағыдай түгел бас қосу сирек болады. Сол себепті мектепте жүргенде қандай тату болсаңдар, кейін де сондай тату болып, бір-бірімен араласып жүріңдер. Мынау қазіргі заманда телевизияда айтып жатыр, ана инстаграмнан да көрсетіп жатыр, оқушы балдар деген ана жерде біреуін ұрып кетіп жатыр, мына жерде біреуін соғып кетіп жатыр. Құдай сондай нәрседен сақтасын. Бәрінде қайда жүрсеңдер де тәртіпті, мәдениетті болыңдар. Әл-Фараби айтқан ғой, мәдениетсіз алған білім ол білім емес деп. Мәдениетті жүріп, тәртіпті жүріп, білім алған білімдерін сендерге өмір бойы азық болады. Құдай қаласа, мынау үлкен жолға, үлкен өмірге бастап алайын деп отырсыңдар. Жолдарың ашық болсын, бастарыңа бақ қонсын. Барлықтарыңа әрқашанда Алла өзі қолдаушы болсын. Аумин. Енді Мұқан сияқты бұл кісі менен бір 10 жаста үлкен. Жаңағыдай көп жерге кездесуге барған жоқ. Мен әлі мына неден шапаннан істеген жоқпын. Рахмет, көңілдеріңізге, рахмет үлкен.